Жаз мезгілі балаларды сауықтырып және физикалық дамытуға бағытталған іс-шаралар жүйесі қолға алынатын маусымдық кезең. Жазғы кезеңде мектеп жасына дейінгі балалардың таза ауада болуы, уақытты тиімді пайдалануы, олардың денсаулығына оң ықпалын тигізе отырып, тұлғаның дамуына ықпал етеді. Жаз мезгілінде сумен ойнағанды жақсы көресіңдер ме? Жарайсыңдар балалар. Онда мен сендермен су терапиясын өтемін, балалар? Қолымызды суға саламыз, қолымызды оң қолымызбен, сол қолымызбен жүземіз, жүземіз. Енді көзімізді жұмамыз. Енді қолымызды, балалар, сермейміз. Көзімізді жұмдық па, балалар? Енді қолымызды сермейміз. Балалар, көзімізді ашамыз. Балалар, судың түсі қандай? Сосын жылы, Жарайсыңдар, балалар. Келесі ойынымыз тыныс алу жаттығу. Балалар, қолымызға ыдысымызды алайықшы. Балалар, оның ішінде бізге түрлі түсті жылтырақтар берілген, Біз оны дем алып, дем шығарамыз, Үрлейміз, балалар. Ал, балалар, сумен ойнадық. Енді құммен ойнаймыз. Құммен ойнаған сендерге ұнай ма, балалар? Ендеше, балалар, мен сендерге әртүрлі түсті тастарды құмға жасырам. Осы тастарды құмның арасынан маған тауып берулерің керек, балалар. Жарай ма? Олай болса, балалар, көзімізді жұмамыз, балалар.